Кенттау қаласының тұрғыны Бакимова Баргинца ханым осыдан 12 жыл бұрын Болашақ Рысқұлов көшелерінің қиылысынан жер алып, осы жылдар бойында дәнекерлеуші ұлы ісін дамыту мақсатында гараж салады. Рысқұлов көшесіне қаратып салынған гаражға жер алған кезде көгалдандыруға ауызша берілген жері де бар. Кадр жүйесі үнемі ауысып отыратын әкімшілікке бұрын-соңды барған кезде көгалдандырып отыра беріңіз, ол тек мемлекетке тиесілі жер. Уақыты келгенде жол салынады деп қайтара берген екен. Бұл тыныштықты 12 жыл өткен соң көрші Бақытжан мырза бұзды. Көгалдандыратын жер таппағандай Баргинца ханымның көгалдандырып отырған жерінде мемлекеттік жер актісі арқылы меншіктеп алыпты. Көгалдандыру үшін десе де құжат бойынша ғана солай. Себебі құжатты рәсімдеп алған бойында көп балалы ана Баргинца ханымның қоршауын трактормен бұзып, егілген ағаш пен гүлдерді сүріп 80 см келетіндей тас түсіріп тастаған. Ал тереңдігі 3 метр келетін дәнекерлеуге арналған гаражға қалай кіреміз? Ауыл шаруашылығын, соның ішінде техникалық құрылысшыларды қалай көтереміз? Адамгершілік қайда? Осы сансыз сұрақтардың жауабын білу мақсатында Кенттау қалалық әкімдігіне жол тарттық. Осы Кенттау қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы Ерубаев Жұмахан Абенович. Бұл туралы арыз бойынша біздер басына барып анықтап, бұрынғы алынған құжаттардың бәрін тіркеп, біздер земельный жер инспекциясына жібергенбіз. Мен жібердім. Жоқ, біз өзіміз жібергенбіз. Онан кейін ол қала облыстық маңызды қала деп, бұны тек Астанада комитет қалайды. Запрос келді ғой бізге, запрос. Запросқа біз құжаттардың бәрін тіркеп, қайттан сол комитетке жолдадық. Олар келіп енді бір шешім қабылдады, сотқа өтуде Бақытжанға 25 жылға жалдау құқығымен оған берген, материалын сатқан. Ол енді заң бойынша 25 жылдың ішінде ол пайдалану мүмкіндігі бар. Бірақ бұл жеке меншік емес, ол аренда жерге жалға алған. Жер қандай мақсатта берілген? Жер көгалдандыру мақсатында берілген. Енді ол жерге сіз айтқансыз, бір апта көлемінде? Жоқ, ол жерге біз барып анықтағанда тас алынады дедіңіз. Тас бір аптаның көлемінде алынады дедіңіз. Дұрыс, бір аптаның көлемінде алуға уәде етті. Мен кешеде барып көрдім, мен бірақ енді шамалы бәрін алмаған. Астанаға жұмсалды. Солар енді сотқа береді оны. Шара көрінеді. Олар сотқа бермейді, жеке тұлғалар заңда өздері береді ғой. Сіз дұрыс деген заңға burada енді әрине шешімді қабылдайды сот енді. Жалпы сотқа мен де жері бойынша шағымданып ұрған дейді ғой. Ол жақты есептейді. Мен айтқан жерді кім берген көрейік, оны кеше уақыт берді, бірақ бір апта өтіп кетті ғой енді. Оның бәрі кім вегетариандар көріліп қойған, басында қанша 2 мәрте барылып қойған, акты жазылған. Ол енді жұмысты басынан бастаудың керегі жоқ та енді. Енді бұл кісілерге окончательно сотқа беру керек. Жоқ, маған өткенде әкім айтты ғой, сіздер барсыздар. Бұл кісілер қайсысы берсе де, бұл кісі берсе де, ана кісі берсе де, жеке тұлғалардың арасында заңда өздері сот арқылы шешіледі деген мәселе бар. Сондықтан енді соттың шешімі комитет құжаты дұрыс болмаса, маған айтыңыз. комитет орда. Маған қараңыздар, әкім өткенде бірінші кіргенде айтты ғой, міне біз сұрап береміз, егер де ол тасты алмаса, ол азеление жерді біз алып қоямыз, әкім құзырлығы деді. Құзырлы орган әкім алып қояды деді. Сол шешім не болады? Жоқ, соттың шешімін алса аламыз, соттың шешімі шығады ғой. Инспекция ашылу керек, жер мәселе. Бізде оның проблема көп. Осындай проблема өте көп. Инспекция ашылу керек. Осындай инспекция мемлекетке қайтарады. Сот арқылы осыны басқа болсын. Сонда әкім айтты ғой, біз өзіміз жерді қайтарып аламыз дейді. Бізде қазір штат беріліп жатыр. Сол жер несі ашылады, аппараттың ішінде. Жермен айналысатын, жерді қайтарумен мақсатсыз пайдаланылғаннан кейін арнайы бөлім ашылады. Осы бір айдың ішінде бөлім жұмыс жасайды. Осындай арыздарды сол бөлімге жібереміз. Сол заңға сәйкес, анық мақсатсыз азеление қалды ма, мақсатсыз пайдаланатын сразу қайтарамыз.